Армысыздар, құрметті тыңдаушылар. Мен бүгін сіздерге мына батырлардың портреттері жөнінде айтып берейін деп отырмын. Яғни міне Көкжал Барақтың салған портретін, кейін мынау Бөгенбайдың, батырдың, Қанжығалы Бөгенбайдың портретін, міне Қабанбай батырдың бас қолбасшысы, оның бірнеше портреттер түрлері бар. Бірақ осы жөнінде айтайық беремін. Және де мынау міне тұрған сурет, кәсіби суретші салған Найман Шал атамыз деп отырмыз. Шал 250 жыл патшалық құрған. Міне Қытайдан алған мына сурет бойынша біз кәдімгі кәсіби суретшіге холст маслы дейді, соған салдыртқан едік. Осы жөнінде айтатын боламыз. Және де мына біреу Найманның төс белгісі деген мына біреу белгі жөнінде айтатын боламыз. Мәселе мынада. Мысалы айтайық, мынау міне Бөгенбайдың салғаны жігіттер, компьютерлік графика екені көрініп тұр. Яғни мына сияқты нағыз суретші салған сурет сияқты емес, фото карточка сияқты болып көрініп тұр. Көріп тұрсыздар. Қабанбайдың да міне бет әлпеті. Бұл да жаңағы компьютермен жасалғаны білініп тұр. Және де бұл да жаңағы фотография сияқты, сурет сияқты көрсетіліп тұрған жоқ. Ал енді Көкжал Бараққа келсек, міне қараңыздар. Мынаны 90 жылдары салған, салдыртқан, бірақ бұның ешқандай пропорциясы жоқ. Басындағы дулығасын қараңыздар, кепес сияқты. Осыны қазір Көкжал Барақ бабамыздың бет әлпеті деп айтып жүргендер бар. Енді мынаны айта кетейік. Біріншіден, Көкжал Барақтың жалпы бет әлпеті ақсары, жасыл сұр көзді болған. Оны көптеген ұрпақтар айтады. Менің өзімнің нағашы әжем, яғни шешемнің шешесі, Шахаризада апайымыз, апам әжеміз біздің, ол достың ұрпағы болған. Міне достың ұрпағы болғандықтан ол кісінің ағайындары көп үйге келетін. Мен сол бала кезімде осы әңгімені естіп жүретінмін. Яғни ақсары бет әлпетті, мығым, толықтау келген батыр болған деп осы күнге дейін ел аузындағы әңгімелерден жеткен. Сонымен қатар мына Керейдің шежірешілері Көкжал Барақ туралы көп әңгіме айтады. Олар да жаңа Көкжал Барақ ақсары бет әлпетті болған дейді. Мына жерден біз ешқандай ақсары бет әлпетті көріп отырғанымыз жоқ. Енді мынаны айту керек. Жалпы ұрпақтарының көбісі маған десе 9-шы ата болсын, 10-шы ата болсын, бәрібір де сол бабасына ұқсап туады. Оны былай түсіндіруге болады. Қазақтың сөзі бар. Атадан алтау туады дейді. Алтаудың бір абадан туады дейді. Міне Көкжал Барақтың Бостан, Дос, Кәдір деген 3 ұлы болған, Қойбике деген анамыздан. Міне солардан абадан болып туған Дос деген ұлы болған, өте мықты, өте жауынгер, Қанышер деп аталған. Қаны ойнап құтырынған кезде жеңгесі бір қойды бауызда бір кәсе қанды ішкізіп жібергеннен кейін барып әгінің ашуы басылады екен. Көкжал Бараққа нағыз тартқан сол Дос болған. Сондықтан әрине сол абаданның ұрпақтарының бет әлпеті жалпы Көкжал Бараққа келеді. Сондықтан біз Бостан, Дос, Кәдір ағайындардың бәрімен келістік. Мынаны ешкім ұнатып отырған жоқ. Мына фотосуретті көріп отырсыздар. Біріншіден, екіншіден, осы мына Бөгенбайдікі болсын, мысалы міне Қабанбайдікі болсын, бірнеше түрлі бет әлпетпен адамдар өздерінің жаңағы ықтиярымен салғандары бар. Яғни ниеті жақсы болғандықтан салуға тырысқан. Сол сияқты біз қазір сол Көкжал Барақтың жаңа ұрпақтары ақылдасып, Көкжал Барақтың мына сияқты кәсіби суретшіге дұрыстап отырып жаңағы портретін салайық деп отырмыз. Және де ол салуға әрине мен кеңес беремін. Менің шежіреші екенімді білесіздер, тарихшы екенімді білесіздер. Мифолог ғалым дейді, мифологияны білетінімді жақсы білесіздер. Оның үстінде менің өзімнің қасиетім бар. Көріп келдік жаңағы өзімнің қасиеті бар, оны білесіздер. Сол аян алып жаңағы
көптөгөн жаңалыктарды ашып, ғылыми жаңалыктарды ашып, тіпті анау Америкаға Қырғыздың ғылым академиясы, Орыстың ғылым академиясына, тіпті дүниежүзілік еврей орталығына менің атым қазір мәшһүр болып отырған. Білесіздер, яғни мына кітаптағы жаңағы айтылған жер анамызды, жер ұйықты, Асан Қайғы бабамыздың таба алмаған, таба алса да жете алмаған жер ұйығын Жиделі Байсынның нақты жерін сөз аян алып айтып отырмыз. Сондықтан ол барақтың жаңағы бейнесі талай біздің түсімізге кірген. Енді аузыма түсіп кеткеннен айтып жіберейін. Мына жалпы мына Сайыт қожалар, арғынға сіңген Сайыт қожалар бар. Солардан Тілеу Қайша деген бір қарындасымыз сол тіпті Қабанбайдың астында Қубасты көрген екен. Қубас дейді, ана таудың басында тұрып, алып ұшып ойқастап тұрады екен. Жауды көргенде Қубас тұра алмайды, тыпыршып жаңағы. Енді талай анау жырларда да айтылады, Қубастың жаңағы Қабанбаймен бірге төбелесеті жөнінде айтылады, иә. Ана қағыз жібереді құйрығымен жаңағы жаудың атын. Қубас нағыз жауынгер ат болған, қазақта Қубастан асқан жаңағы ат тумаған десе де болады. Міне осы сияқты адамдар, ол қасиетті адамдар, оның бәрін көреді. Ал енді мына арабқұл имамдардың айтып жүргені жаңағы көріпкел, жаңағы дінге қайшы деген ол өтірік әңгіме. Біз оны талай жерде айттық. Құран кәрімде көріпкел де болады, көреген де болады, тек жазу болмайды дейді. Пайғамбар болмайды. Ол Құдайдың жаратқан адамдары, және де көріпкелдік, ол тұқым қуалайтын, білесіздер. Енді мына болашақты, ғайыпты тек қана Аллах біледі дейді. Оған біз ешқандай қарсы айтпаймыз, бірақ көріпкелдер өткенді біле алады, өткенді көре алады. Орыстардың ясно видящий деген, ясно тәп-тәуір ғана өткенді жақсы көре алады. Көрдіңіздер ме? Өйткені мысалы мен неге Көкжал Барақтың бет-әлпетін көре аламын? Өйткені менің бойымда аян көріпкелдік қасиетім бар, яғни менің қанымда сол бабамның жаңағы бет-әлпеті тұр деген сөз. Сонымен қатар менің өзімнің қызым Айгерім суретші, Ресейде тұрады, Айгерім Қайратқызы. Ол енді тіпті сол Ресей институтының, жоғарғы оқу орнының суретшілер факультетін бітірген, яғни бет-әлпет салудан бітірген. Бірақ ол Ресейде жүр. Енді сала ма, салмай ма, уақыты бола ма, болмай, бір Құдай біледі. Үлкен бір Ресейдің фирмасында брендовый дизайнер болып жұмыс жасап жүр. Қазір айта кету керек, мынаны салған суретшінің мысалы ешқандай қолы тимейді. Ешқандай бұның қолы тимейді. Бұны салған жаңағы суретші, жаңағы мына біздің ұлттық гвардияны басқарып отырған бас қолбасшы генерал Ботақановтың туған ағасы Серік. Бұл өтөй менің руымнан. Кейін мынау біз Айыртауда қойған Құлпытасқа жаңағы мына Қабанбайдың артына мынандай әскерді қойып жаңағы. Бұны панорама войны дейді, тасқа да соны салған осы Серік болатын. Міне, сондықтан біз жаңа Көкжал Барақтың ұрпақтары ақылдасып, өзіміздің көріп отырғанымызды көріп, сол 4 бет-әлпетті таңдап отырмыз. Сол 4 бет-әлпеттің бір анау Теректі бұлақта тұрған менің жаңа атамның туған ауылы Көкжал Барақтың жаңа ордасы деп айтады. Сол жердегі мүсін. Сонан кейін жаңағы 2 достың, 2-3 ұрпағының бет-әлпетін алып отырмыз да, сол мына суретшімен ақылдасып отырып, сол 3-4 бет-әлпеттен біз бір бет-әлпет шығарып, Көкжал Барақты лайықты түрде мынандай міне керемет қылып саламыз. Бірақ Серіктің қолы тимейді. Салатын біз жалпы мына бет-әлпет салатын оқуын оқыған, осы жерден бір мықты өзінің картина галереясы бар, күнде сурет салып отыратын адамды тауып отырмыз. Бұл жердегі мысалы енді айта кетейік, бұлар білместіктен болған шығар. Қабанбайдың суретін қараңыз, Бек Дөртуыл деген жасаған дейді. Салған деп айтпайық, жасаған деп айтайық. Міне, кеудесіндегі шарайнасы жоқ. Мынау Бөгенбайды айтайық. Кеудесінде анау домалағы асып алған бір орыстар медальон дейді, сондай бір демесі, шарайнасы жоқ. Жалпы қолбасшының кеудесінде шарайна болу керек. Ол күмістен де болуы мүмкін.
Көкжал Барақ бабамыз түмен басы болған, ондай дерек табылды. Ал енді мына біздің ұлттық энциклопедиясында кәдімгідей Көкжал Барақ бабамыз туралы айтылған. Қабанбай әскерінің оң қолын басқарған дейді. Енді мына ежелден қалған сөз бар ғой. 9 таңбалы найманнан 9 құйрық ту алып 9 түмен қол шықса, қол ағасы Қабанбай дейді. Міне Қабанбайдың әскерінің оң қанатын сол Көкжал Барақ бабамыз басқарған қолбасшы болған. Сондықтан оны міндетті түрде біз шарайнамен саламыз. Және де сол шарайна күмістен болғандықтан, сол ана мен тапқан суретші күмісті керемет салады. Күмісті де алтын, жалпы темірді жақсы салады екен. Сол жағынан да біз ұнатып отырмыз, соны біз салатын боламыз. Сондықтан біз қазір сол жаңағы Көкжал Барақтың қоры бар, ол бірақ жұмыс істемей отыр. Бірақ сол мәселемен айланысып жүрген азаматтар бар. Мынаны мен мысалы 300 000 теңгеге тапсырыс бердім, салдырттым. Ал енді анау Құлпытасты да сонша ақшаға салдырттым. Оған Жақсыбай ағамыз жаңағы менің өзімнің жеке демеушім, спонсор, менің кітабымды бастырып берген жаңағы меценат ағамыз, сол Күршім ауданының, Марқакөл ауданының құрметті азаматы, сол кісі көмектесті. Сол Кетбұқа Төлеутай қорының жаңағы үйлестірушісі Құсайын Айдар деген менің өзімнің досым, жақсы бала кезден бірге өсіп, әскер қатарында бірге болғанымыз. Анау жаңағы Бақытбек Смағұлов, Бақ Афганец дейді ғой. Сол бәріміз бір жерде әскерде болғанбыз. Бұларды бірақ Ауғанстан қалып кеткенде мені әкем жібеткізбей қойған екен. Өйткені мынау ауғанға барады, жаңағы өліп қалады ұлым деген болса керек. Енді әкеміз ол кезде жоғарғы кеңестің депутаты болды да, Сағадат Нұрмамағанбетов жарықтықпен жақсы араласқандықтан менің ұлымды ауғанға жібермеңдер деп. Бірақ осы екеуін мен сөмкелерін, матрастарын көтеріп тұрып, Бақытбек Смағұл мен Айдар Құсайынды өзім эшелонға өзім салып жібергенім болған. Қастарында Нұрқасым деген Қызылорданың бір батыр жігіті болған. Міне осы Айдар көмектесті, анау сол Құлпытасты қойғанға. Оның суреті өте оңды шықты. Сондықтан енді біз Көкжал Барақтың, мына сурет оңды шықты, Көкжал Барақтың сурет оңды салаймыз деп отырмыз. Оны азаматтармен келісеміз. Міне мен Көкжал Барақтың, Қабанбайдың, Бөгенбайдың бет әлпетіне қатысты айтайын дегенім осы болады ағайындар. Ал енді міне бір таңба жөнінде айтайық. Мына таңбаны қазір насихаттап 1500 теңгеден сатып жатыр екен. Маған жас жігіттер телефон салып, осыған көңіл аударуымызды сұрады. Мынау жалған таңба. Бұл жерде 10 таңба тұр. Ешқандай да найман 10 таңба болған жоқ. Мынаны жасаған адам ойлану керек қой. 9 таңбалы найман. Найман үнемі 9 болған. Ешқашан найман 8 болған жоқ. Мен талай жерде айттық, 8-9 деген найман емес. 8-10 мына Алаш тарихи зерттеу орталығының мүйіздері Қарағайдай ғалымдар кезінде жазып кеткен. Тіпті 8-9 деген атағы да болған жоқ. 9 арыс деген атақ болған наймандарда. Көрдіңіздер ме? Қазір біз тапқан деректерде бұлар кәдімгі дүркіреп жүрген жаңа Шато, Ефталит солардан шыққандар деп Қытай ғалымдары айтады. 9 таңбалы найман деген шежірелік атағымыз бар. Оның дәлелі Жүгейнидің күшлік ханды Ас 8 күшлік дегеннен. 8 дегеніміз жаңағы 8 тайпа, Ас дегеніміз билеуші әулет. Оның таңбасы жаңағы шөміш болған дейді, бірақ ол шөміш емес, ноқта таңба болады. Ноқта деп атаймыз, ол өйткені ол ноқта таңба барлық патшалар әулетінің, хан әулетінің жалпы таңбасы болады. Міне тіпті Шыңғыс хан ешқандай қияттардан болмаған, хан әулетінен шықпағанның өзінде бұлар солардың әлі Пайтызы дегенінде Моңалдың таңбасымен ноқта таңбаны біріктіріп жаңағы Пайтызаларына жасаған. Міне мынау тіпті Мысырдың жаңағы перғауының қолында бұл ноқтаның бір түрі, бұл да ноқта таңба, бұл нехақ дейді бұны. Мысыр тілінде міне нехақ дейді. Міне осындай таңбалар тұр. Сондықтан 9 таңбалы найман, 9 деген өте сакралды жаңағы сан. Одан біз ауытып кетпеуіміз керек. Біз найман 10 болады, 11 болады, 12 болады деген жалған әңгіме. Тіпті мынау Америкадағы міне ацтектерді қараңыздар. Солардың қолдарында білезіктер 9. Міне жан жағында сәулелері 8-ді, ортасындағы 9. Кейін мына тіпті анау
Иерусалимде біздің аталарымыз болған, еврейлерге дейін. Сол жерде міне жаңағы солардың теңгелеріне міне тағы да 8 сәулесі, ортасындағы 9. Міне менің жүзігімді қараңыз, 9 таңбалы найманның белгісі. Мынау 8 бүркіттің тырнағы, мына қасиетті қара тасты ұстап тұр. Көрдіңіз бе? Мынау ешқандай найманның төс белгісі емес, мына жерде 10 таңба болып тұр. Енді наймандарды таратудың классикалық нұсқасы былай болады. Қаракерей дөтуі садырматай, балталы бағаналы ергенекті, теріс таңбалы Шүсейт деп. Мына жерде Шүсейт қайда? Серсан Аманжоловтың жаңағы руы. Таймас деген батыр шыққан атақты. Аттан деп айғайлағанды 50 шақырым жерден естіледі екен. Одан Кербұғы шыққан жаңағы Кетбұқамен бірге жүрген жаңағы. Ол да күйші болған, ол да жыршы болған жаңағы Кербұғымыз. Көрдіңіздер ме? Кетбұқа теріс таңбалының атасы деп айтылады. Классикалық шежеде Кербұғы сол Шүсейттердің атасы болады. Шүсейттің таңбасы да жоқ, өзі де жоқ. Қайдағы бір 10 таңбаны жапсырып қойған. Ал енді сол жаңағы айтқандардың ішінде кейбіреулер мына сар жомартты бөлек таратып жібереді. Жоқ, олай емес. Ергенекті найман деген ол элита. Ергенек қоңынан шыққан нағыз қият әулеті. Сол ергенекті найманның ішінде көк жарлы бура сар жомарт саналады. Міне ергенекті найман дейді. Таңбасы ергенек. Мына жерден ергенектің таңбасы бар екен. Оны көріп тұрмыз. Ергенекті дегеніміз сол жаңағы ит кірмес дейді ғой, ол тосқауыл деген сөз. Ал Ферғана аңғары кезінде ергенек қоңыз ол тосқауыл екенін сол аңыздан білеміз. Сондықтан құрметті ағайын, мына таңбанымыз мойындамаймыз. Және де мына таңбаға қатысты бұл әлі зерттелетін мәселе. Неге дейсіздер ме? Бұның зерттелудің мәселесі міне бізде Ақбауыр деген жерде алшындардың таңбасы басылған. Қазір ДНК сараптамасы, сол Күршімде Бестеректе жасалған археология экспедицияда Нұрлан Баймұханов деген менің бауырым Шектіден археолог ғалым зерттеп дәлелдеп отыр. Бұл жерде алшындар отырған ертеде. Мына наймандар бұлай баса салған бұл таңбаны. Ал енді теріс басу деген не деген сөз таңбаны? Мына енді алшынның таңбасы мынандай ғой, нақты. Алшынды қарт қазақ дейді. Қарт қазақ болса бұл найманнан да бұрын болған алшындар. Көрдіңіздер ме? Неге теріс баса салып? Өйткені ертеде мына құлдың малын жаңағы, құлдың таңбасын құлдың малына теріс баса салатын болған. Жаңағы ру басының таңбасын құлдың малына теріс баса салатын болған. Өйткені құлда таңба болмайды ғой. Сондықтан ана енді еңбегін алады ғой. Қойшы болсын, малшы болсын, еңбегіне мал алады. Қазір де солай мал береді еңбектеріне. Сонда жаңағы ана иесінің жаңағы малымен шатасып кетпесін деп таңбаны, мына алшының таңбасы теріс басылады. Яғни теріс таңбалы деген сөз мысалы, ол біз кезінде жазған наймандағы теріс таңбалының мәселесі мүлде бөлек. Ол ел теріс таңбалы деген сөзден бұрмаланып кеткен деп отырмыз. Ел теріс дегеніміз ел териш деп мынау Орхон жазуларында айтылады. Ол ел төресі деген сөз. Оны Ислам Қабышұлы Тұран әлемі деген кітабында нақтылап отырып жазады. Оның жөні басқа, таңбаны теріс басу ол мүлде басқа. Ал енді таңбаны жылқының теріс жағына басты деген ол да жаңағы 19 ғасырда би болыстардың ойдан шығарылған лақаптары болады. Сондықтан біз бұл таңбаны қазір енді анау мынау емес, тарих ғылым докторларымен ақылдасып жатырмыз. Найманның төре найман деген атағы бар. Олай болса, онда біздің таңба жаңа төрелердің таңбасы болу керек. Яғни хан әулетінің, патша әулетінің, қай әулетінің, қияттардың таңбасы болу керек. Ол жаңағы теріс таңбалының ұстап жүрген жаңағы шөміш емес, ноқта таңба. Оны тағы да бір жынды жазса жарайды, ондай жазған жоқ. Нақты шежіре деректердің негізінде мына жаңағы Күшлік хан мен Ферғана аңғарына Ош алайға кетіп қалған біздің аталарымыздың ұрпақтарының арасынан алынған шежіре бойынша қырғыздық мықты ғалымы, тарих ғылым доктор, мәжіліс депутаты табылды деген ағайынымыз сол жазады. 9 таңбалының найманның билеуші әулеті ас болған дейді. Сол ас болған дейді, оның таңбасы шөміш болған дейді. Яғни жаңа ноқтаны айтып отыр.
Анау Днестровск жақта, Қырымда Ас-Найман деген жер бар екен. Қарақалпақта Ас-Найман деп біраз теріс таңбалы ағайындар сақталып қалған. Кейін бұлар Ас-Наймандарын бізге келіп теріс таңбалы аталып кеткен. Сонымен мына Тоғас дегендегі этнонимді мына Мұхтар Мағауин ағаның директоры Тоқ Ас деп. Тоқ және Ас деген екі сөзді тұр. Ас деген со патша құдай деген сөз. Міне құрметті ағайын, Көкжал Барақтың бет несіне туралы, суреті туралы, мына Найман шалдың жаңағы суреті туралы бәрін естідіңіздер, көріңіздер. Бұл Найман шалдың жаңағы расында да сол кісі екенін ғалымдар мойындап отыр. Біз солармен келісіп жазып отырмыз. Олардың көптеген деректерін алып сілтеме жасап отырмыз. Яғни Найман шал дегеніміз тарихи тұлға болған. Оны Зуев Имо Шели деп айтқан. Енді қытай тілінде Найман деген Имо деп айтылып кетуі мүмкін. Олар жаңағы Аши деген халыққа жаңағы зұлмат жасаған дейді. Мына атамыз Қытайларды қырғанда Қытайлардың өздері біз 4-ақ миллион қалдық дейді. Көрдіңіздер ме? Кейін бұл атамызды асырап алған бала өлтірген екен. Қытайлар бір баламен қазақ болған соң асырап алады ғой. Көрдіңіздер ме? Сол асырап алған бала өлтірген. Оның тарихын бәрін сол менің жазып жатқан Найман шал атты кітабымнан оқитын боларсыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған тарихшы, шежіреші, шежіретанушы, мифолог Қайрат Зарапқан. Көріскенше қош сау болыңыздар.